Баршаңызға сәлем достар, дертке ем арнасына қош келдіңіздер. Ең алдымен менің арнама жазылып кетіңіздер. Себебі сіздер үшін күнделікті пайдалы денсаулыққа ақпарат айтатын боламыз. Асқабақ көптеген дерттен айықтырады. Қазақ дастарханында асқабақтан пісірілетін тағамдар көп қойыла бермейді. Оның еті мен дәнінен білінетін емдік дәрілер жасалатын. Халық медицинасында бауыр ауруы емінің бірден бір шипасы асқабақ жеу екенін біле бермейтіндер көп. Және де базарларда асқабақтың бағасы қымбат болғандықтан оны күнделікті ас мәзірінде қолдану үшін сатып алушылар да өте аз. Жалпы асқабақ қандай өсімдік? Қазақ жеріне ол қайдан әкелінді? Оны қандай ауруларға пайдалануға болады? Құрамында нендей дәрумендер бар? Бұл жөнінде де нақты деректерді табу қиын. Асқабақ тұқымдасына жататын бір және көп жылдық шөптесін қолдан өсірілетін өсімдік, уыз дәмді жеміс. Ол біздің заманымыздан бұрынғы 3 ғасырда Мексикада, Перуде белгілі болып, 15 ғасырдың соңында Мысырға әкелінген. Асқабақ Қазақстанның барлық өңірінде, әсіресе оңтүстік ауданында көбірек өсіріліп, тағамда мал азығына пайдаланылады. Қазақстанда асқабақтың кәдімгі түрлері мен ірі асқабақтың түрлері мен сорттары өсіріледі. Құрамында 18% құрғақ заттар, 10% сахароза, аскорбин қышқылы, каротин, тиамин, рибофлавоноид ретінде 40% май бар. Құрамында әртүрлі физиологиялық әсері бар кукубацияның заты болады. Адамның пайдалылығы жағынан бұл бақша өнімі өзге жеміс-жидектер мен көкөністерге қарағанда дәрумендерге өте бай. Адам ағзасына қажетті С, В1, В2, В5, Е, П азығындағы зат алмасу жетілдіретін Т және қанның ұюына ықпал болатын К дәрумені, калий, кальций, темір кездеседі. Дәрумендердің көптігіне бола 1001 ауруға ем. Көру нашарлағанда, қаныздықта, артық салмақтан, тағы басқадан арылғысы келетін таптырмайтын ем. Шлактан тазартып, зат алмасуды тұрақтандырады. Ауа райы мен топырақтың жағдайын талғамай өсетін болғандықтан өсіргенде химиялық препараттарды қолданбайды. Еш күмәнмен өседі. Өз күшімен өседі. Дәрігерлер қауымы жүрек әлсіздігінен жүдегендерге ем ретінде асқабақтың жұмсақ мәйегін отқа немесе суға күйген науқастарға жарасын таңуға болатынын айтады. Асқабақтың несеп жүргізетін, ыстықты түсіретін қасиеттері белгілі. Жүрек-қан тамырлары аурулары, гипертонияға, зат алмасудан қиындықтары бар науқастарға диеталық тағам ретінде ұсынылады. Асқабақ дәнімен балмен араластырып жеп, ішек құрттарын түсіру үшін пайдаланылады. Бүйрек, бауыр ауырған кезде күніне 1 стакан шырынын ішу керек. Шырынның, яғни сөлін жаңа пайдаланған күйінде ғана ішеді, өйткені үйде сақталуы қиын. Минералды тұздар мен дәрумендерге бай асқабақтың дәндерінің құрамында ақуыздар, омега-3, қанықтандырылмаған май қышқылдары, селен, магний, мырыш және С, В тобының дәрумендері де жеткілікті. Несеп жыныс жүйесінің көптеген ауруларын емдеуге көмегі зор. Несеп аурушы қабынуға қарсы өт айдап паразиттерден құтқаратын асқабақтың өзі. Құрамында жасанды талшықтардың, судың көп мөлшердің арқасында асқабақтың арықтауға болатын емі де бар. Ас құрту үрдісінің тездетеді, уыттардан тазартады. Денсаулыққа пайдалы табиғи өсімдік майларының бірі асқабақ майы. 90%-ға жуық қанықпаған майларда 60%-ға дейін логилді қышқылды және 15% шамасында линолеин қышқылынан тұрады. Омега-3, омега-6 май қышқылдарына бай. Асқабақ майы қуырылған асқабақтың дәнінен сығып алынады. Қошқыл жасыл немесе қою қоңыр түсі бар, өткір хош иісті тәтті дәмі бар биологиялық белсенді зат ретінде қолданылады. Құрамында май қышқылдары мен палмитин, цитарин, олеин, линолеин, сертин қышқылдары бар. Дәрумендер мен микроэлементтер бар. Асқабақтың пайдасы.
Асқабақ шырынын балға қосып жатар алдында ішсе, жүйке жүйесін тыныштандырып, ұйқы дәрісі секілді әсер етіп тыныш ұйықтайсыз. Жүкті әйелдердің жүрегінің айнығанын асқабақ шырыны басады. Ағза жүдегенде, әлсіз кезде асқабақты сүтпен дайындап, қаймақ, май, жаңғақ, бадаммен қосып жейді. Асқазан ішек жолдары, асқазанның шырышты қабатына дерт болса, асқабақтан езбе дайындап ішіңіз. Бүйрек ауырғанда тәулігіне жарты стакан шырыны немесе қайнатылған жейді. Терідегі қышыма, есексем шыққанда, не болмаса күйік шалғанда үкіштен өткен мәйегін компресс жасайды. Сары ауру дертіне 4 ай қатарынан үзбей мәйегін жеу керек. Бауырға өте жақсы, әрі қызметті жақсартады, әрі пайдалы. Ішектегі паразиттің ең тиімді тәсіл қабығы аршылған дәнін аш қарынға жейді. 7 шақты дәнді езіп сүтпен ішеді. Простатит кезінде 0,5 кг тазаланбаған асқабақ дәнін шексін ет-тартқыштан өткізіп 1 стакан балмен араластырып жеу керек. 10 шақтысын банкаға салып қалғанын тоңазытқа сақтайды. Күніне 1 рет аш қарынға 30 минут бұрын жейді. Емді жылына 1 рет қана жасайды. Көп жеу жүректі нашарлатып жібереді. Ұйқысыздық болғанда қайнатылған буға піскен асқабақ мәйегін ботқа дайындап, күніне 2 рет 50 грамм ішеді. Жатар алдында қайнатпасына бал қосып, 3 стаканын кәдеге жаратады. Екінші жағдайда 20 бадам жаңғағына 1 шай қасық асқабақ дәнегін қосып, үстіне қайнаған су құйып 8 сағат тұндырады. Кешке таман ішу керек. Асқабақтың пайдасы. Көпшілігіміз күнделікті пайдаға асырып жүрген асқабақтың ағзамызға тигізер пайдасы жөнінде біле бермейміз. Асқабақ өнімдерін пайдаланудың да өзіндік айырмашылықтары бар екен. Асқабақтың құрамында кальций, цинк, марганец, фосфор, йод, фтор, магний элементтері жеткілікті. Асқабақты склероз, диабет және өт қабуына шалдыққан жандар көп деп пайдалану керек. Асқабақ артық салмақтан арылтуға көмек береді. Асқабақты жүктілік кезінде қолданған жөн. Әсіресе жас аналар асқабақпен қоректенсе, витаминдер қорын жияды, әрі сәбиге де пайдалы. Асқабақ шырынын қабылдау суық мезгілінде пайдасын тигізеді. Тұмау мен өкпе ауруынан зардап шексеңіз, асқабақ шырынын ішіңіз. Асқабақ дәнінің құрамында цинк пен белок жеткілікті. Олар асқазан мен ішек, сонымен бірге бауыр ауруларымен күресуге көп көмегін береді. Егер сіз тері түрлеуіне немесе тері ауруларына жиі тап болсаңыз, асқабақты қолданысқа енгізіңіз. Асқабақтың құрамында темір өте көп. Қыс мезгілінде көпшілігіміздің үйімізден табыла бермейтін асқабақты да бәріміз жақсы көреміз. Себебі асқабақ көп сақтауға өте ыңғайлы дәнді дақылдардың бірі. Тек қана сыртқы қабығын білінбесе болды. Ал шіріген не көгерген жерлер болса, ондай тұстан алып тастап, дәнін тазалап пайдаға асыруға беруге болады. Ал қалған артық бөлігін тоңазытқа полиэтиленді пакетке орап салуға болады. Ол ешқандай өз дәмін жоғалтпайды. Асқабақтың құрамында темір өте көп. Сонымен қатар калий, кальций, магний, қант ақуыздарда жеткілікті. Және В, С, Д, Е, П мен сирек кездесетін Т дәрумені бар. Ал құрамындағы А дәрумені жараны жазуға, күйік шалған жерді кетіруге көмектеседі. Ол үшін асқабақты үкіштен өткізіп, зақымданған жерге 2-3 сағат компресс жасап, түнгі уақытта байлап қою керек. Асқабақ жүрек, бүйрек ауруларына және іш қату кезінде өттің қабынуына жақсы ем болады. Сол себепті дәрігерлер де асқабақтан жасалған тағамдарды көбірек жеуге кеңес береді. Асқабақтың құрамындағы Е дәрумені ерте қартаюдың алдын алады. Ол бетке әжім түсірмей, бетке шығатын дақтардың алдын алады. Сонымен қатар Е дәрумені бел мен иықтың ауруын жеңілдетеді және салқын тиюден сақтап иммунитеті көтереді, әрі адам ағзасын түрлі бактериялардан қорғайды. Сирек кездесетін Т дәруменінің арқасында асқабақ семіздіктен айықтырады. Оны сирек етімен қосып дайындалса, керемет оған болып шығады.
Асқабақты көп жейтін адамдардың бет-жүзі әрленіп, көңіл-күйі көтеріңкі жүреді. Асқабақта кездесетін талшықтар мен іш қатуды болдырмайды, қатерлі ісік ауруына шалдықпауға көмектеседі. Ал С-В дәрумендері адам денесіне жиналып қалған тұздарды шығарып, қан қысымын реттейтін қасиетке ие. Достар, бүгін сіздерге асқабақтың пайдасы, зияны туралы айтып шықтым. Егер сіздерге ұнаған болса, дертке ем арнасына жазылып, пікір қалдырыңыздар. Денсаулықтарыңызды бағалаңыздар, байлықтарыңыз денсаулық, ауырмаңыздар, сау болыңыздар.